Бірақ біз Ордабасы Қайрат матчынан бастауымыз керек бүгінгі бағдарламамызды, өйткені бұл енді жалпы осы жарты жылдықта мына чемпионаттың алғашқы бөлігіндегі ең супер матчтардың бірі, топ матчтардың бірі болып тұр. Тура қазір өйткені енді Шымкентте ажиотаж болды дейді, той-томалақ болды дейді. Саттыбек Көпбосыновтың өлең айтқан кезінде елдар билеген. Қайрат Реал Мадридқа бардық қой. Дәл тура сондай ажиотаж бұл ойында болды. Білмеймін, ана жерде LED экранға адам сыймай, LED экранға комментатор енді болу керек қой. Келді ғой сыртқа. Ол бала 30 минут кешігіп, ана жерде апырыс-сапырыс быт-шыт болып, сол LED экранға қойған адамдар барып, стадионға отырып, ол жерде 16.801 адамдай болды ғой. Бірақ енді былай қарасан 20 мыңдай қалды енді. Өйткені стадионға қарайсың, ине шаршар жер жоқ, және Оразбақтин неде пресухада айтты ғой. Және Темірлан Анарбековті қатты кінәлап жіберді баспасөз маслихатында. Кешегі ойындағы қақпашыға Темірлан 2 голға да кінәлі деп жазыпты, айтыпты. Мына енді бірінші голды қазір талқылайық. Қайрат командасы гол соқты ғой. Ойынды өте керемет бастады Қайрат негізі. Мынау Эдмилсон деген шабуылшыны көп адам жамандайды. Дұрыс қимылдамайды, жүгіремайды, одан гөрі мен қатты жүгірем ғой деген сияқты әңгімелер айтады. Мына жерде елдар енді стадионда болдың ғой, біз кейбір частын көре алмай қалдық. Жоржиньо гол ұрды деген майскөрден хабарлама келді. Тура сол кезде мынау трансляциямыз қатып, картинамыз нашарлап, көрмей қалдық шын айтқанда. Трансляция. Ана бір дронды қосыпты. Қайта көрсетеді. 17 камерамен қоссаң да енді мынау интернеттің нашарлығынан болып тұр. Нашар, Алматыда нашар интернет болды және 10 минуттай дұрыс шымкентте. Жоқ, Алматыда. Алматыдан ба? Иә, стадионда барлық жақсы, Қазспортта барлық жақсы. Алматыдан не сигнал берген кезде міне осы және гол көрінбей қалды. Алматыда кеше жаңбыр жауды ғой. Бәсе кеше Қайсардың ойында сондай болып жатты. Өйткені бүкіл интернет Алматыдан болады деді. Студия өйткені бүкіл орталық приемниктің бәрі Алматы. Бірақ Ордабасы командасы бірден есін жиып алды. Қаншама жанкүйер келіп отыр, қаншама енді мынау ажиотаж болды, ойынның алдында қысым болды, бірақ дайындықпен осы ойынды өлтіріп жеңу керек деген мақсатпен шыққаны көрінді. Сөйтіп Ордабасы Таразы басын теңестірді бұл жерде, мінекей. Одан кейін Леон Атель деген ойыншысы бар. Бұл Ордабасы командасының өте мықты трансфер деп басында күткен едік, бірақ өз-өзін ашамай жүрген, бірақ осы ойында көзге түсті. Мінекей 2 қорғаушы тұрған, қасында соны былай әрекет қылып бразилиец қой, енді қанша дегенмен алдап өтті. Ортаға прострел жасаған Елхан Астанов келген, ортасында Килама да жүр. Мына Килама шабуылға жақсы араласады өзі. 2 голға да септігі бар. Қатысы бар. Мына жерде қараңыздар, жауап тұр, орталық қорғаушыны алып тұр. Ал Елханның тұрғаны мінекей бостан бос, өйткені мынаны біреуің алыңдар деп ана көрсетті, және Елхан осы жерде босап шығып кетті. Киламаның арқасында Килама да босап мына жерде әрекет қылып айналып өтіп кетеді, және осы орталық қорғаушылардың ортасында бос кеңістік пайда болады, және теуілгір. Мына жерде Темірланның тосқанын қараңыз. Кеше оның арғынғы подкастта айттық қой, Қайсарды ұтамаған кезде қапталдан Джереми Доку сияқты бір ойыншы келіп кіру керек. Тура осылай бір адамды алдамаса қауіп сәт болмайды өзі қазіргі футболда. Жалпы сол мына Леон Атель жасады. 2-1. Енді Ордабасы командасы осы жеңістен кейін чемпионатымыздың бір басты кандидаттардың бірі чемпион